Кішкентай Даг. Ертеде Данияда Даг есімді студент өмір сүрген. Бойы басқаға қарағанда аласа еді. Сыныптастары оны кішкентай Даг деп атады. Отбасы өте кедей болды. Руставу есімді қарындасы бар еді. Сондықтан кішкентай Даг сабағын оқып анасына көмектесетін және қарындасына қамқор болуға тиіс еді. Келесі күні оның емтиханы бар еді. Қарындасын ойнатып, елдері мен қалалардың атауларын айтуға тырысты. Кейбір атаулар көп әріптен құралған. Егер ол бәрін жаттап алмаса, емтиханды тапсыра алмайды. Бірақ қарындасы өзімен бірге далада ойнауға өтінді. Кішкентай Даг жоқ деп айта алмай қобалжыды. Кеш батқан еді. Анасы қызын құшақтап, екеуі серуендеуге далаға кетті. Бұл кезде кішкентай Даг терезенің алдында география кітабын оқып отырды. Ол кітапты толық оқып жаттап алуға бар күшін салды. Кішкентай Даг күн батқанша оқу керек. Өйткені шам сатып алуға оның ақшасы жоқ еді. Кенеттен анасы кіріп айтады. Есіктің алдында әжең тұр. Ол әрең жүреді. Оған құдықтан су тасуға көмектесу керек. Сен барып көмектес, балам. Кішкентай Даг кітабын тез жауып, әжесіне көмектесуге кетті. Қайтып келгенде қараңғы түсіп кетті. Кітаптағы сөздерді көре алмады. Барлығын есте сақтай алмады. Ол ағаш төсегінде мұңайып жатты. Егер нашар баға алса, мұғалімдер мен сыныптастары оны сабақ оқымады деп айтады. Ол кітапты жастығының астына қойды. Өйткені бұл әдіс есте сақтауға көмектеседі деп естіген еді. Кішкентай Даг ойланып жатып, ұйықтап қалды. Түсінде әжесі оған былай айтады. Кітаптағы барлық атауларды есте сақтай алмағаның өкінішті. Сен маған көмектестің. Мен оны ұмытпаймын. Енді мен саған көмектесемін. Біздің Құдайымыз бізге бір-бірімізге көмектесуді бұйырған. Бір кезде кішкентай Даг жастығының астындағы кітабының жоқ екенін байқады. Қараса, сиқырлы ақ жылқы тұр. Ол атқа мінді, жылқы шауып кетті. Орманнан атып шығып, үлкен сарайға келді. Бұл сарай география кітабында Вальдер-Мардер деп аталатын сарай деп ойлады. Күзетші оған: біздің сарайға қош келдің, деді. Кішкентай Даг аттан түспек болғанда, әтештің даусы шығады және сарай кенеттен жоқ болады. Кішкентай Даг мектепке жол тартты. Жолда ол Булистов деген қалашықтан өтті. Ол жерде атақты мүсінші жасағанын білетін. Теңіз университетінің студенті: біздің Кейсуэр деген қалаға келіңіз, деді. Ол дамып келеді, бұрынғыдан да әдемі көрінеді. Ең бастысы, бұл жерде танымал комик дүниеге келген. Сенің оның есімін білесің бе, кішкентай Даг? Білемін, деді. Оның есімі Кепарис Селфсон.
Кішкентай Дак сарай қақпасында гүлдеп тұрған раушандарды көрді. Шығанақтың жанында үлкен шіркеу тұр. Шіркеудің төбесінде қария патша отырған. Екі мұнара биіктеп тұр. Халық оны Луэр патша деп атаған, ал бұл жерді Рос-Еділ қаласы деп атады. Осы кезде қарт әйел кішкентай Дактың жанына келіп, «Біздің қалаға кел», деді. «Сен студент болғандықтан Даниядағы қамалын білуің керек». Кішкентай Дак «Білемін», деді. Ол ұлы драматург. Көптеген пьесалар жазған. Әйел сұрады. Ол бұл қалада не істеді, білесің бе? Бірақ кішкентай Дак шаршап, ұйықтап қалды. Шынында ол түсінде атпен шауып бара жатты. Түсінде ол атпен жүгіргенін қарындасы өсіп, әдемі қызға айналғанын көрді. Ол көкте еркін ұшып жүрді. Кішкентай Дак та қарындасына қарай ұша бастады. Көптеген жерлердің үстінен ұшып өтті. Кішкентай Дак қарындасына айтты. «Қарашы, бұл Вальдемар қаласы. Міне, қаладан жүзіп бара жатқан кеме. Ал анау бұлақ қасындағы Луэр патша. Бұл жер география кітабындағы ең әдемі жерлер». Қарындасы қуанып: «Аға, сен сондай ақылдысың. Сен көптеген жерді білесің және есте сақтайсың. Бірақ мен қайтқым келеді». Кішкентай Дак «Жарайды», деді. Сосын оянып кетті. Кітапты жастығының астынан алып, тез оқи бастады. Кітап өте таныс боп көрінді. Киім жуып жатқан әжесі оған күлімдеп айтты. «Құдай арманыңды шындыққа айналдырды.